Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Мен Нұртаева Айы, Абай орта мектебінің биология пәнінің мұғалімі. Бұл бейнежазбада биология сабағында қолданылатын кері байланыстың түрі, яғни табыс баспалдағы туралы айтылады. Қазіргі таңда оқушылармен кері байланыс WhatsApp желісі арқылы өтіп жатыр. Яғни оқушыларды біріктіріп, WhatsApp желісінде арнайы чаттар құрылған болатын. Дәл осындай кері байланыстарды mail.ru почтасы немесе Telegram желілері арқылы да жүзеге асыруға болады. Көріп отырғандарыңыздай, биология 7 сынып, 8 сынып деген сияқты чаттар құрылды. Табыс баспалдағы арқылы оқушы өзін сәйкес баспалдаққа орналастырады. Яғни өте сенімдімін, ұғындым немесе әлі де көмек қажет деген сияқты кері байланыстарын беріп отырады. Мұғалім тарапынан, мысалы, Назерке жарайсың, Амина сен дұрыс жасадың, ал Әйгерім жақсы, өз қатеңді іздеуден әлі де шаршама деген сияқты, және де Аяжан керемет шешім, Назерке ақылды іс болды деген сияқты әр оқушыға кері байланыс бере отырып, қалыптастырушы бағалау да жүріп жатқанын көруге болады. Оқушылар тарапынан оқыту үрдісі қалай өткені және қандай нәтижеге қол жеткізгендігі туралы ой-пікірлерін көріп отырмыз. Осындай оқушының кері байланысын көре отырып, біз жұмысының сәтсіз шыққан тұсын және сәтті шыққан қадамын көріп отыруға болады. Бұл кезекте көріп отырғандарыңыздай, оқушылар мен тырысамын, ал кейбір оқушылар болмаған оп-оңай деген сияқты жауаптарын, яғни кері байланыстарын беріп отыр. Бұл жерде, яғни WhatsApp желісінде тек қана жазбаша емес, яғни смайликтер арқылы немесе аудио запись арқылы да кері байланыс оқушыларға беріп отыруға болады. WhatsApp желісі арқылы беріліп отырған кері байланыс арқылы оқу мақсатына жете алдық па деген сұраққа жауап ала аламыз деген ойдамын.